Екі ракат духа намазының оқылу үлгісі. Ең бірінші ниет етіледі. Ниет еткен кезде Аллах Тағала разылығы үшін екі ракат духа намазын оқуға ниет еттім деп айтылады. Ниет еткен соң Аллаху Акбар деп ифтитах такбирі алынады. Ифтитах такбирін алып, Аллаға құлшылық ету кезінде еш нәрсе адамның ойын бөлмеуі керек. Әйел адамдар такбир алғанда алақандары құблаға қарап, саусақтары жай ғана ашық қалпында және саусақ ұштары иықтың тұсына келетіндей жоғары көтереді. Такбир алғаннан кейін қол байланады. Бұны қиямда тұру деп айтады. Қиямда тұрған кезде сәжде жасайтын жерге қарап тұру керек. Оң қолы сол қолының үстіне келетін түрде қолдарын кеудесіне ұстап Субханака дұғасы айтылады. Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарака смука ва та'ала джаддука ва ла илаха гайрук. Субханака дұғасы оқылғаннан кейін Аузу биллахи минаш шайтанир ражим бисмиллахир рахманир рахим айтылады. Бұдан соң Фатиха сүресі оқылады. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим бисмиллахир рахманир рахим Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Фатиха сүресінен кейін қосымша тағы бір қысқа сүре оқылады. Қысқа сүрелер әр бірінші және екінші ракатта қайталанып тұрады. Бұл ретте қосымша сүреге мысалы Каусар сүресі оқылады. Каусар сүресінің оқылуы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннахтайнакал каусар. Фасалли лираббика ванхар. Инна шанияка хуалабтар. Каусар сүресін оқып болған соң Аллаху Акбар деп рухуққа барады. Рухуқта 3 мәрте Субхана Раббил Азим, Субхана Раббил Азим, Субхана Раббил Азим деп айтылады. Және тізесін кішкене бүгіп тұру керек. Рухуқтан тұрып жатқан кезде Сами Аллаху лиман хамидах сөзін 1 мәрте айтады. Ал тік тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд сөзін 1 мәрте айтып, Аллаху Акбар деп сәждеге барады. Және 3 мәрте Субхана Раббил Ағля деп айтылады. 3 рет Субхана Раббил Ағля сөзін айтып болғаннан кейін Аллаху Акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Екі сәжде арасында Субханаллах дейтіндей бір қысқа уақыт отыру керек. Әйел адамдар екі аяғын оң жағына жіберіп, жартылай жамбастап отырады. Аллаху Акбар деп екінші сәждеге барады. Екінші сәждеде де 3 қайтара Субхана Раббил Ағля деп айтуы керек. Содан соң Аллаху Акбар деп орнынан тұрып, қолын байлайды. Осылайша бірінші ракат бітіп, екінші ракатқа тұрғандығын білдіреді. Қиямда тұрған кезде оң қолын сол қолының үстіне қойып, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтады. Енді Фатиха сүресін оқимыз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Фатиха сүресінен кейін Құрандағы қысқа бір сүре оқылады. Мысалға Нас сүресін.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Қосымша сүре, яғни Нас сүресін оқып болған соң, Аллаху акбар деп рухуққа барады. Рухуқта 3 мәрте Субхана Раббил Азим деп айтылады. Рухуқтан тұрып жатқан кезде 1 мәрте Сами Аллаху лиман хамидах деп айтылады. Тік тұрған кезде Раббана ва лакал хамд сөзін айтып, кейін Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеде 3 мәрте Субхана Раббил А'ля деп айтады, кейін басын көтеріп отырады. 1-2 секундтай отырып, қайтадан екінші сәждеге барады. Екінші сәждеде Субхана Раббил А'ля деп 3 мәрте айтады. Сәждеден басын көтеріп отырған кезде ат-тахият дұғасын оқиды. Ат-тахият дұғасының оқылуы: Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-тайибат. Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Содан кейін Аллахумма салли дұғасы айтылады. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Бұдан кейін Аллахумма барик дұғасын айтады. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахим аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Содан кейін Раббана атина дұғасы айтылады. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا дұғасын оқып болғаннан кейін екі жаққа сәлем береді. Бірінші оң иыққа қарап Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп сәлем береді. Сосын сол иыққа қарап Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп сәлем береді. Намаз аяқталған соң екі қолды кеуде деңгейіне қойып, мына дұғаларды оқиды. Бірінші 3 мәрте астағфируллах сөзін айтады. Астағфируллах, астағфируллах, астағфируллах. Сосын Аллахумма анкассалам уа минкассалам, табаракта я зал жалали вал икрам. Дұғасын айтып намазын оқып аяқтайды. Видеоны лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.